Бисмилля, вальхамдулилля, вассаляту вассаламу аля сайидина расулилля, ва алихи ва сахбихи ва ман валя ва ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Жалпы қазіргі таңда жамағаттардың арасында мынандай түсінбеушілік орын алып жатыр. Екінті намазынан кейін қазаларды оқысақ бола ма, болмай ма, сондай-ақ таң намазынан кейін қазаларды оқысақ бола ма, болмай ма дегендей. Жалпы фиққи кітаптарда былай келген. Үш уақытта парыз, нәпіл, жаназа, сондай-ақ тилауат сәжделері орындалмайды деп келеді. Ол күн шығып көтерілгенге дейін, яғни күн шыққаннан кейін жарты сағат 40 минут аралығы. Екінші, күн тас төбеде тұрып ауғанға дейін, бұл 5-нен бұрын 15 минут уақыт аралықталады. Үшінші, күн сарғайып батуға бағыт алған уақыт, яғни ақшам намазынан бұрын жарты сағат 40 минут аралықталады. Бұған қатысты Уқба бин Амир былай дейді: пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге үш уақытта намаз оқуға, өлілерімізді жерлеуге тыйым салды. Ол күн шығып көтерілгенге дейін, күн тас төбеде тұрып ауғанға дейін, және күн сарғайып батуға бағыт алған уақыт деген. Енді екінші жағдайға оралайық. Бұл екінті намазын оқып болғаннан кейін күн батқанға дейін аралық, сондай-ақ таң намазының уақыты кіріп күн шыққанға дейінгі уақыт. Бұл уақыттарда тек нәпіл намазын оқуға болмайды. Ал қаза намаздарды, жаназа, сондай-ақ тилауат сәжделер жасауға рұқсат. Себебі фиққи кітаптарымызда атап айтқанда Мұхтасар Уқая, Хидая, Фатқул Бабил Иная, Ихтияр Раддул Мұхтар, Фатауил Хиндияда ашық осы уақыттарда жаназа намаздарын, қаза намаздарын оқуға болады деген. Сондықтан да міне осы екінті намазының кейін тек нәпіл намазын оқу мәкрух, ал жаназа және де қаза намазын оқуға болады. Уассалаллаху тағала аля хайр халқихи Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.